Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қияр қосылып дайындалатын қыстық салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Бұл салатты анам екеуміз жыл сайын дайындаймыз, өте тез желініп кетеді, себебі ерекше дәмді салат. Сіздер де тура осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Салатқа 1,5 килограмм қызанақ, 3 килограмм қияр, 5 дана тәтті болгар бұрышы, 1 ащы бұрыш, 1 дана және 100 грамм чеснок қажет болады. Бұл салатқа өсіп кеткен, үлкен, кішкене сарғайған қияр қосуға болады. Біз сондай қиярлар қосамыз, яғни қабығын алып тастаймыз қиярдың. Және ішіндегі дәнін, ортасын толығымен алып тастау керек. Себебі қияр үлкен және дәндері де үлкейіп кеткен. Бірақ жаңағы жас кішкентай қияр қоссаңыздар да болады. Ортасын алып тастадық. Және қиярдан басқа көкөністердің барлығын мясорубкадан өткіземіз. Яғни қазір мен қызанақты дайындап жатырмын. Керек емес жерлерін алып тастаймын және мясорубкаға осылай ұсақтап кесіп дайындаймын. Бұл салатқа жаңағы кішкене езілген, жұмсарған қызанақ қоссаңыздар болады. Себебі барлығын біз мясорубкадан өткіземіз. Менің каналымда басқа да қыстық салаттар бар. Жоғарғы жағына, оң жағына подсказка қалдырам, сол жерге кіріп, қыстық салаттарды көрсеңіздер болады. Енді қиярды ұсақтап тураймыз. Қиярды өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мен видеода көрсетілгендей ұсақтап турап жатырмын. Бұл салатқа тек қиярды ғана тураймыз. Басқа көкөністерді тағы да айта кетейін, мясорубкадан өткіземіз. Болгар бұрышын да мясорубкадан өткізу үшін алдын ала ұсақтап турап дайындап аламын. Және бұл салатқа басқа түстерін де қосуға болады. Жасыл түсті, сары түсті болгар бұрышын. Менде қызыл бұрыш болды, сондықтан қосайын деп жатырмын. Мен дайындадым. Енді мясорубкадан өткіземіз. Қазір қызанақты өткізіп жатыр анам. Барлығын өткіземіз. Енді болгар бұрышын мясорубкадан өткізіп жатырмын. Яғни тәтті бұрыш, содан кейін ащы бұрыш, чеснокты өткіземін. Бірақ чеснокты басқа ыдысқа бөлек өткізіп алыңыздар. Чеснокты біз салаттың артынан қосамыз, ал жаңағы қызанақ, тәтті бұрыш, ащы бұрышты бірге қосып мясорубкадан өткізуге болады. Бұл видео далада түсірілген, яғни мына жерде анам жасап жатыр салатты, мясорубкадан өткізіп жатыр. Сондықтан кішкене форматы, видеоның өзі басқа видеоларымнан басқаша айырмашылығы болуы мүмкін. Қиярдан басқа көкөністерді мясорубкадан өткізгеннен кейін қызанақ, тәтті бұрыш, ащы бұрышты қазанға құямыз. Яғни қазанға құйғаннан кейін 10 минут қайнауы керек. 10 минут қайнағаннан кейін осы салатқа 1 стакан сұйық май құясыздар. 1 ас қасық қант және 2 ас қасық тұз қосамыз. Содан кейін жаңағы туралған қиярды қосамыз осы салатқа. Қиярды қосқаннан кейін жақсылап араластырып, орташа отта тағы да 25 минут қайнатамыз. Жақсылап араластырамыз.
қазанның қақпағын жауып, орташа отта 25 минут қайнатамыз қиярды. Бұл видео далада түсірілген, даладағы қазанда салатты жасадық. Міне қайнап жатыр қияр. 25 минут қайнайды. Содан кейін бір кішкентай қасық 70% уксус қосамыз. Араластырамыз. Жақсылап. Және мясорубкадан өткізілген 100 грамм чеснокты қосамыз. Уксустан кейін бірден қосасыздар. Жақсылап араластырып, тағы да 10 минут қайнатамыз салатты. Барлығын санаған кезде, жаңа қайнау уақытын санаған кезде салат 45 минутта дайын болады ғой. Тағы да 10 минут қайнатамыз. Қақпағын жауып қоямыз, орташа отта қайнатасыздар. Тағы 10 минут қайнады, салат толығымен дайын, өте дәмді, әдемі салат болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сендімін, себебі мен барлық отбасыма ұнады. Және осы дайын салатты стерилизациядан өтілген банкілерге құямыз. Банкілерді қалай стерилизациядан өту туралы менің YouTube каналымда видео бар. Және осы видеоның оң жағына, жоғар жағына қалдырып кетем подсказка. Сол жерге кіріп, стерилизация банк деген видеоны көрсеңіздер болады. Ал қақпақтарды 3 минут қайнаған суда қайнатып аламын мен. Салатты банкілерге саламыз. Және салат ыстық болу керек банкеге салған кезде. Бірден салыңыздар, салаттарыңыз тұрып, суып қалмасын. Міне салат дайын, 3 литр шықты. Осылай аударып, үстіне бір жылы көрпе жауып, бір күнге қойып қоясыздар. Бір күннен кейін алып, салқын жерге қойсаңыздар болады салатты.